Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай айтқан: шындығында Алла тағаланың берген нығметінің жаулары болады. Уа Алла елшісі, олар кімдер деп сұрағандарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам адамдарға Алла өз мейірімімен берген нығметтерін қызғанатындар, көре алмай күндейтіндер деп жауап берген. Баршаларыңызға ассалаумалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгін мен сіздерге қызғаншақ адамға берілетін 5 түрлі жаза туралы айтатын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Абдурахман бин Муғауия радиаллаху анху пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассалам былай айтқанын келтірген: ешкімде 3 нәрседен, күдіктен, қызғаныштан, әрі жаман пікірден қашып құтыла алмайды. Уа Алла елшісі, бұлардан қалай құтылуға болады деп сұрағанда, ол былай деген: егер қызғансаң, қызғанышқа берілме. Яғни, егер жүрегінде қызғаныш оты пайда болса, бұл сезімді сыртқа шығарма да басқа адамның Алла берген ризығынан айырылып қалуын тілеме. Сондай-ақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай айтқан: егер сен күдіктенсең, тексерме. Яғни, бір мұсылман туралы расымен білмесең, ол туралы жаман ойлама. Егер жаман ойласаң, бұл ойдан арыл да қайта оралма. Яғни, егер сен жолға шығайын деп жатқанда бір қатты дауыс немесе қарғаның қаңқылдағанын естісең, не болмаса сенің әлде бір дене мүшеңнің әлдекімнің тартып қалғанын сезсең, жаман болжаулардан аулақ бол. Біздің сүйікті пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның өзі жақсы болжамдарды ұнатып, жаман болжамдарды қаламайтын. Факих радиаллаху анху былай айтқан: ыза мен қызғаныштан артық жаман нәрсе жоқ. Өйткені қызғаншақ адам мынадай 5 жазаға ұшырайды. Біріншісі, таусылмайтын уайым. Екіншісі, сауабы толмайтын қасірет. Үшіншісі, дәріптелмейтін қорлық. Төртіншісі, Алланың қаһарына ұшырау. Бесіншісі, тәубе есіктері жабық болады. Муғауия бин Абу Суфиян өзінің ұлына: ұлым менің, қызғаныштан аулақ бол. Өйткені қызғаныш сенің дұшпаныңнан бұрын сенде пайда болады деген. Сіздермен бірге болған Жансая Бақытбекқызы. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Келесі видео Құдай берді Бағашардың исламдағы бала тәрбиесі атты кітабының 2-ші тарауы болмақ. Ол видеоны жіберіп алмас үшін сізге қызықты болса, дәл қазір тіркеліп алыңыз.